ең піскен, ең үлкен, ең шырынды және ең дәмдісін табуым керек. Сәлем, Рокки! Сен өте биікке шығып апсың ғой? Мұнда не жоғалттың? Оның үстіне бір өзің жүрсің. Лалу, бүгін менің анамның туған күні. Оған сыйлық жасағым келеді. Мәссаған, қандай керемет, құттықтаймын. Сонда сен не сыйлағың келеді? Менің анам алманы өте жақсы көреді. Мен оған бір шелек алма сыйлайым деп шештім. Керемет! Саған көмектескенге қалай қарайсың? Ал саған қиын емес пе? Соны да сұрайсың. Мен мүйіз тұмсық анамызға аспандағы айдалуға да дайынмын. Рахмет, Лалу. Екеуміз бірігіп тез жинаймыз. Жарайды. Міне, бір қызыл, екіншісі Рокки. Анаңа қандай алма ұнайды? Қызыл ма, әлде көк алма ма? Екеуі де ұнайтын сияқты. Шынымды айтайын ба? Мен білмейм. Маған бір ой келді. 2 шелек жинап алайық. Біреуіне қызыл, екіншісіне көк алма. Жарайсың. Ендеше анам 2 сыйлық алады екен ғой. Біреуі сенен, екіншісі менен. Ал сен қайсысын жинайсың? Мен әрине қызылды таңдаймын ғой. Тамаша, онда мен көктерін жинауға кеттім. Ой, міне өздері де кеп қалды. Білесің бе, Рокки, біз алмаларды тез және оңай тердік. Ал бірақ тасу өте қиынға түсті. Есесіне, біз қандай жақсы сыйлықтар дайындадық. Қара, сенің анаң келе жатыр. Балалар, қайда болдыңдар? Охо, қаншама алма теріп тастағансыңдар. Не себеп? Қандай мереке? Анашым, бүгін мүйіз тұмсық анамыздың туған күні. Рокки екеуміз оған сыйлықтар дайындап тастадық. О, досымның туған күні менің есімнен шығып кетіпті ғой. Сендер сондай тамаша балаларсыңдар. Мен енді өз сыйлығымды тездетіп жүгіріп алып келейін. Ал сендер ешқайда кетпеңдер. Сосын біз сыйлықтарымызды әдемі безендіреміз. Мүйіз тұмсық анаға өте ұнайды деп ойлаймын. Балалар, бізге ұзындықтың өлшем бірлігін білу тек қана сабақта емес, өмірде де керек екен. Қалай дейсіңдер ме? Қазір айтамыз. Балалар, ең біріншіден 1 дециметрде неше сантиметр бар екен айтайықшы? Дұрыс айтасыздар, 10 сантиметр. Яғни 10 сантиметріміз 1 дециметрге тең. Енді біз оны өмірде қалай қолданамыз? Біз өзіміздің анамызға немесе жақын адамымызға сыйлық дайындағымыз келіп тұр. Сол сыйлыққа бізге әдемілеп қорапты таспамен байлау керек екен. Кәне, біз қай қорапқа қанша сантиметр таспаны алады екенбіз? Бірге анықтайық. Бірінші бізде балалар
көк түсті әдемі таспамыз бар екен. Ол 40 сантиметр екен. Енді біздің қорабымыз, балалар, неше сантиметр таспа қажет екен анықтайық. 40 сантиметрге қосамыз 30 сантиметрді. Неше болады? Кәне, ойланып көріңдер. Дұрыс айтасыңдар. 40 пен 30-тың қосындысы 70 екен. Сонда біз бірінші қорабымызға 70 сантиметр таспаны алады екенбіз. Тамаша. Екінші күлгін түсті таспамызды қарайық. 50 сантиметрге қосамыз 40 сантиметр. Яғни бұл 40 сантиметр неге қостық? Біз әдемі етіп бантик байлауымыз үшін. Солай емес пе? Жақсы. Енді 50 мен 40-тың қосындысын айтайық. Неше болады? Дұрыс, 90 сантиметр. Балалар, тіпті қораптың өзі де, қараңдаршы, бірінші қорапқа қарағанда қандай? Үлкен. Сондықтан бізге таспа да ұзын керек екен. Келесі қызыл түсті таспамызға қарайық. 70 сантиметр қосамыз неше сантиметр? 10 сантиметр. Ал кәне жауапты кім айтады екен? Неше болады? 70 пен 10-ның қосындысы 80-ге тең. Яғни 80 сантиметр. Біз үшінші сары қорабымызға 80 сантиметр таспа қолданады екенбіз. Кәне, енді қайталап өтейік. Бірінші қорап 70 сантиметр, екінші қорапқа 90 сантиметр, үшінші қорапқа 80 сантиметр таспа қажет болды. Біз сыйлығымызды әдемілеп қорапқа салдық, әдемілеп байладық. Енді біз бұл сыйлықты беруге дайынбыз. Балалар, ал сендерші осындай әдемі сыйлықтар жасайсыңдар ма? Жақсы, ендеше сендер де осындай әдемі таспаларды алып, олардың ұзындығын өлшеп көріңдер. Неше сантиметр керек болды сендерге? Балалар, енді біз сабақтың басында 10 сантиметріміз 1 дециметрге тең екенін айттық. Енді кәне біз осы жауаптарды дециметрге айландырайықшы. Бірінші қорап 70 сантиметр. Жазамыз. 70 сантиметріміз неше дециметрге тең екен? Кәне? Ал сендерге қиын болып жатыр ма? Ендеше бірінші мен 10 сантиметр тең 1 дециметрге деп жазып қояйын. Ал енді 70 сантиметрде дұрыс таптыңдар. 7 дециметр. Тамаша. Келесі қорапқа бізге 90 сантиметр керек болды. Ал 90 сантиметрімізді неше дециметр? Дұрыс таптыңдар. 9 дециметр. Келесі үшінші қорап бізде 80 сантиметр. Таспа қажет болды. 80 сантиметрді біз дециметрге айландырамыз. Тамаша. 8 дециметр. Өте жақсы. Балалар, сендер сантиметр және дециметр деген тақырыпты тағы бір естеріңе түсірдіңдер. Жарайсыңдар. Қалай? Сендерге ұнады ма? Өте әдемі. Анама қатты ұнайды деп ойлайм. Пандана сыйлықтарды ленталармен безендіру қандай тамаша ой болды өзі. Өте әдемі көрінеді. Анашым, ленталарды қайдан алдыңыз? Бір пайдасы тиер деп мен оларды баяғыда алып қойған. Міне сәтті де келді. Балалар, мейістім сығана келгенше мен сендерге сантиметр мен дециметрді естеріне салып жіберейін. Кім маған бір дециметрде қанша сантиметр бар екенін айта алады? Бір дециметрде 10 сантиметр бар. Жарайсың. Енді мұқият тыңдаңдар. Қызыл алма шелегі үшін маған 50 сантиметрлік
биік лента және 40 сантиметр бант қажет болды. Барлығы неше дециметр болды? 50 сантиметр қосу 40 сантиметр 90 сантиметрге немесе 9 дециметрге тең. Тамаша. Ал көк алма салынған шелекке 70 сантиметр және 10 сантиметр бантқа кетті. Сонда барлығы қанша лента қажет болды? 70 қосу 10 80 сантиметрге немесе 8 дециметрге тең. Менің жақсыларым, мен сендерді мақтан тұтам. Міне, мүйістім сұқ, ана да келді. Туған күнің менен, туған күнің менен, туған күнің мен мама, туған күнің менен. Ой, рахмет, қымбаттыларым. Қандай әдемі. Рахмет, қымбаттыларым. Қандай керемет безендірілген. Қандай әдемі. Анашым, Лалу екеуміз сіздің сүйікті алмаларыңызды көзіміз теріп алдық. Ой, балапандарым, сендерді сондай жақсы көрем. Келіңдерші құшақтап алайын. Ой, көп рахмет, жақындарым.